жақсы мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай Алтынсарин айтқандай, мектептің жүрегі үздіксіз соғып тұруы қажет. Демалыс уақытын тиімді пайдалану мұғалімдердің кәсіби шеберлігін арттыруға берілген үлкен мүмкіндік. Демалыс кезінде біздің мектебімізде мұғалімдерге арналған әртүрлі іс-шаралар, семинарлар, дөңгелек үстелдер, коучинг, тренингтер өткізілді. Мен өзім мектеп тренер ретінде тәжірибеге бағытталған тәсіл оқушылардың интеллектуалдық потенциалын дамыту құралы деген тақырыпта коучинг өткіздім. Коучинг барысында мұғалімдер оқушылардың танымдық қажеттіліктерін дамытуға бағытталған әртүрлі әдіс тәсілдермен танысты. Және сонымен қатар ата-аналарға арналған зейінді ата-ана деген тақырыпта тренинг өткізілді. Оның мақсаты балалардың тәрбиесіне бағытталған әртүрлі әдіс тәсілдерді ата-аналарға таныстыру арқылы бала тәрбиесінің ықпалын арттыру. Міне осындай әртүрлі іс-шараларды өткізу мұғалімнің кәсіби шеберлігін одан әрі дамытуға берілген үлкен мүмкіндік. Әрине осындай іс-шараларды өткізуде біздің мектеп әкімшілігінің ықпалы өте зор деп білемін. На каникулах у нас в школе проводились разные мероприятия для учителей, родителей и учащихся. В целях обучения учащихся сплоченности, привития лидерских качеств, взаимной поддержки и сотрудничества путем создания совместных команд мы провели квест-игру по всем предметам среди учащихся с 5 по 10 классов. Дети с интересом активно выполняли все задания. И мы, учителя, смотрели сериал про Ахмета Байтурсунова «Олд Устаза». Главной идеей сериала является понятие действий в известных словах Ахмета Байтурсунова. Чтобы не отстать от других, мы должны быть образованными и сильными. Для того, чтобы иметь знания, необходимо учиться. Чтобы быть богатым, нужно иметь дело. А для могущества необходимо единство и сплоченность. Для этих нужд необходимо работать, не покладая рук. Я получила большой опыт от проведенных мероприятий. Мен 3-ші Б сынып оқушысы Шыңғысбек Дилназ. Көктемгі демалысымды өте қызықты өткіздім. Мектепке келіп алтын ұрпақ квест ойындарын ойнадық. 3-ші сыныптар арасында треттегі билерді биледік. Осылайша көктемгі демалысымды өте қызықты өткіздім. Демалыс уақыты оқушыларға өз қызығушылықтарымен айналысуына мүмкіндік береді. Сондықтан біз бұл уақытты ақыл-ой қызметін қарым-қатынаста жетілдіретін іс-әрекетке жұмсауымыз қажет. Осы орайда мектебімізде оқушылардың демалыс уақытын тиімді пайдалануына барлық жағдай жасалынған. Оқушылар үшін пәндер бойынша қосымша сабақтар, қызықты ойындар, әртүрлі мамандармен кездесулер ұйымдастырылды. Біз адалдық алаңы жобалық кезеңсінің менеджері Бақытжан Ерболқызымен өткен адалдық сағатында шыншылдық, әдептілік ережелері туралы пікір алмассақ, мектебіміздің өзін-өзі басқару ұйымына арналған жастарды қолдау тақырыбында Семей қалалық мәслихатының депутаты Әліби Абдураймовпен өткен кездесуде қазіргі замандағы өзекті мәселелер және оларды шешу жолдары туралы мағлұмат алдық. Сонымен қатар 5-10 сыныптар арасында квест интеллектуалды ойыны барысында білімімізді шыңдаумен қатар командада жұмыс жасауға үйрендік. Мен үшін демалыс уақыты өте қызықты әрі тиімді өтті деп санаймын. Мектеп ұстаздарына көп рахмет.